Сіздердің арқаларыңызда қазақ тілі ChatGPT-де ең танымал тілге айналды. Қазекеңдер оны күнделікті қарапайым сұрақтардан бастап, дипломка, диссертация жазуға дейін қолданып жүр. Ал аталған ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Қазақ тілі ChatGPT чат-ботында 2023 жылдың шілдесі мен 2026 жылдың маусым аралығында өзбек, әзірбайжан, бирма, араб тілдерімен қатар белсенді пайдаланатын тілдер санатына кіргені рас. Дегенмен бұл кейбір деректер таратқанда ең танымал тілге айналғанын білдірмейді екен. Ал ақпараттың өзі қайдан шығуы мүмкін? 2 маусымда All In Podcast YouTube арнасында OpenAI компаниясының қаржы директоры Сара Фрейермен болған сұхбаттың видеосы жарияланды. Онда ол жүргізушілердің көптеген сұрақтарына жауап бере келе ChatGPT чат-ботын пайдаланатын адамдар саны туралы дерек келтіріп, артынан тез өсіп келе жатқан тілдер деп қазақ және әзірбайжан тілін атады. Дегенмен Сара Фрейер құр сөзбен дерек келтірмеген рас. Оның бұл сөзін OpenAI есебінде жарияланған көрсеткіштер де растайды. OpenAI есебіне сай 2023 жылдың шілдесінен бері белсенді пайдаланушылар арасында өзбек, қазақ және бирма тілдері де тіркелген. Көрсеткіштері соңында әзірбайжан мен араб тілде тұр. Бір қызығы ChatGPT-ді әлем бойынша пайдаланатын кеңейтілген сайын, оны ағылшын тілінен өзге тілдерді қолданушылардың үлесі айтарлықтай артып келе жатыр екен. Сара Фрейер айтты деген ақпараттан соң интернетте осы дерекке ұқсас оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың сөзі де тарады. Ол ана тілі басылымына берген сұхбатында ChatGPT басшылығымен кездескенін айтып, платформада қазақ тілінің қарқынды дамып келе жатқанын мәлімдеді. Ал сіз жалпы ChatGPT-дан не сұрайсыз?